Сәлеметсіңдер ме, құрметті оқушылар. Бүгінгі біздің өтілетін тақырыбымыз адамның тыныс алу мүшелерінің аурулары және олардың алдын алу. Оқу мақсаты тыныс алу мүшелерінің ауруларының себептері мен алдын алу жолдарын түсіндіру. Балалар, жаңа сабақты өтпес бұрын өткен сабақты еске түсірейік. Өткен сабақта біз тыныс алу мүшелерінің құрылысымен танысқан болатынбыз. Мына сурет бойынша тыныс алу мүшелерінің құрылысын атайық. Балалар, дұрыс айтасыңдар. Жалпы адамның тыныс алу мүшелерінің құрылысы мұрын қуысы, ауыз қуысы, жұтқыншақ, көмей, кеңірдек, бронхлар және өкпеден тұратынын біз білеміз. Балалар, енді бүгінгі тақырып бойынша жалпы тыныс алу мүшелерінің ауруларымен танысамыз. Бірінші туберкулез, өкпе обыры, тұмау, тыныс демікпелері, ауа тамырларының бронхларының қабынуы және баспа аурулары осы тыныс алу мүшелерінің ауруларына жатады. Балалар, жалпы өкпе обыры бұл рак деп аталады. Дамыған елдерде өлім-жітім себептерінің ішінде бірінші орында жүрек қан тамырлары аурулары, инфаркт, инсульт тағы басқа аурулар тұрды, ал енді екінші орында онкологиялық аурулар алады. Онкологиялық аурулардың ішінде өкпе обыры бірінші орында тұр. Демек, бұл ауру онкологиялық аурулардың ішінде ең қиын емделетін ауру болып табылады. Өкпе обырын тудыратын негізгі 4 себеп бар. Бірінші, темекі шегу, екінші, қоршаған ортадан радиоактивті заттардың өкпеге енуі, үшінші, автокөліктерден шыққан газдың құрамында болатын зиянды заттардан адам тыныстайды, сол уақытта жуады. Төртінші, зиянды өндіріс қалдықтарының ауадан өкпеге түсуі. Ал балалар, енді өкпе обыры мен тыныс алу мүшелерінің ауруларының алдын алу үшін біз бірнеше қарапайым ережені сақтауымыз керек. Бірінші, темекі шекпеу және темекі түтіні бар үй-жайда болмау. Екінші, магистральды жолдан алыс жермен күн сайын жаяу жүру. Жолда көлік көп болса, автомобильдің терезесін жауып қоюымыз керек. Үшінші, зиянды немесе радиоактивті заттардың тасталған жерден аулақ жүру керек. Төртінші, толыққанды тамақтанып, дәрумендерді уақытында пайдаланып, көкөністер мен жеміс-жидектерді жеуіміз керек және спортпен шұғылдануымыз керек. Балалар, келесі тыныс алу мүшелерінің ауруларына тұмауды жатқызамыз. Тұмау ауа тамшылары жолмен тыныс алу мүшелері арқылы берілетін вирустық жұқпалы ауру. Тұмау көбінесе жоғары тыныс алу жолдары жұмысының бұзылуынан, жалпы ағзаның әлсіреуінен және бүкіл ағзаның улануынан байқалады. Тұмау вирустық инфекция. Вирустың қауіптілігі олар өте тез көбейеді. Инфекцияның алдын алу үшін тыныс алу мүшелерінің қорғау құралдарын пайдалану керек. Бұл дәкетаңғыш, әртүрлі дәрі-дәрмектер, оксалин жақпа майлары және де тағы басқа препараттарды пайдалануымыз керек. Тұмаудың алдын алу үшін ағзаны шынықтырып, жеке гигиена ережелерін сақтауымыз қажет. Ауру өршіп тұрған кезде адамдар көп жиналатын орындарға бармаған жөн. Даладан келген соң қолыңды, мұрын қуысын сабындап жуу керек. Дәкетаңғыш байлап, залалсыздандыратын заттарды пайдаланып, ылғал шүберекпен шаң тозаңдарды сүртіп тұруымыз қажет. Балалар, келесі тыныс алу мүшелерінің ауруларына бронхы демікпесі, яғни астма деп те аталады. Яғни бұл ауру бронхлардың күрт тарылуынан байқалатын созылмалы қабыну болып саналады. Бұл аурудың сырттай белгілері тоқтамай жөтеліп, кейде тұншығып қалады. Бұл ауруға әртүрлі факторлар себеп болады, яғни олар өткір иіс, ауада шаң тозаң болу, жануар жүні, тыныс алу мүшелерінің жұқпалы аурулары, күйзеліс, аллергия тудыратын медициналық препаратты пайдалану, суықта ауыр дене жүктемесі, атмосфералық қысымның күрт ауытқуы, міне осы жағдайлар, яғни демікпеге алып келеді. Демікпенің алдын алу үшін ағзаны шынықтыру керек, суық тиіп ауыратын ауруларға қарсы тұруды арттыру керек, үйді таза ұстау керек, өз уақытында медициналық тексеруден өтіп тұру керек. Келесі тыныс алу мүшелерінің ауруларына туберкулез ауруын жатқызамыз. Туберкулез бактерия, туберкулез таяқшасы тудыратын өкпе ауруы. Туберкулез кезінде ағза әлсірейді. Ең басты сатысында адамда әлсіздік,
салмақ жоғалту, тәбеттің болмауы, түнде терлеу белгілері байқалады. Ал кештеу сатысында адам жөтеледі. Туберкулез өлім тудыратын қауіпті инфекция. Дер кезінде емдесе, адам толығымен туберкулез ауруынан айығып кетеді. Туберкулез ауруының алдын алу үшін алдымен жеке гигиена ережелерін сақтау қажет және уақытында дәрігерге қаралып емделу керек. Ал балалар, енді бүгінгі өтілген тақырып бойынша мына сұрақтарға жауап берейік. Бірінші сұрақ: тыныс алу мүшелерінің ауруларын атаңдар. Екінші сұрақ: қайсысы ең қауіпті болып табылады? Үшінші сұрақ: тыныс алу мүшелері гигиенасының ережелерін не үшін сақтау керек? Осы сұрақтарға жауап берейік.